Талғардағы соңғы оқиғаларға Ринат Зайытов қандай баға берді? Қара жолды жауап намаз оқудың залалын білесіз бе? Мүфтияттың жауабы. Даниал Ахметов жеңіл атлетикамен айналыспайтын болды. Онлайн емшара. Түркістандық емшілер сырқатты қалай сылып алады? Ботам екеуміз жатырмыз. Түрмеден сәлем жолдаған тараздық сотталушы қандай сұмдықтың бетін ашты? Қыздарға күніміз қарады. Азия чемпионаты несімен есте қалды? Армысыздар, өздеріңізбен Қазақ Айран және мен Бауыржан Жақсымбет. Әдеттегідей аптада болған қызықты да шулы оқиғаларға шолу жасаймын. Сонымен бұл жетіде не болды өзі? Марқұм Шерзат Болаттың әкесі 15 күнге қамалып жатқанда Астанадан депутаттардың да дауыс естілді. Егер баласынан бір, бауырынан екі айырылып қан жұтқан Қаржаубай Нұрымовтың қайғысына депутаттың көзімен қарасақ, не түсінер едік? Мұны мәжілісмен Ринат Зайыттың ұлыс медиаға берген жауабынан аңғаруға болатындай. Блогері бар, басқасы бар. Енді ақпарат онда сіздер толық Қазақстан бойынша ондай қылмыстар бойынша беріп жатқан жоқсыздар ғой. Мақаншада болып жатыр, Үржарда болып жатыр ондай жағдай. Білдім айтып жатқан жоқсыздар ғой. Соның кеселі ме деп ойлаймын. Білдей депутаттың соның кесел деген сөзі айдалаға атқан оқтай ауыт кеткен анық. Үржар мен Мақаншыда жұрт шошитындай әлдене болып жатса, оны сол өңірдің депутаты ретінде Ринат Зайытовтың парламент төрінен айтуға құқы бар. Ал оны бақ өкілдері ерен қылмаса, онда журналистерге өкпе артуына болар еді. Жарайды, Ринат Зайытовты шығыстан дейік, ал мәжіліске Алматы облысынан барған Ардақ Назаров не дейді? Қазір бізге ең маңызды нәрсе елдің ауызбіршілігі ғой. Тәуелсіздігіміз, өзіміз әлем жеткен тәуелсіздікті арандату үшін оған небір құйтырқы әрекеттерге баруға болмайды. Сондықтан дұрыс ақпарат танытпаса, жібермесе, халықты дүрліктірсе, бүлік тастайтын болса, онда олар міндетті түрде жазалану керек. Оның басында кім тұр, не үшін бұлай жасап жатыр деген сияқты, оның бәрі зерттелу керек, зерделену керек. Сол кезде барып басқаларға сабақ болады. Қысқасы, Зайытов пен Назаров секілді ойлайтын депутаттардың назарына тағы бір салып қою үшін Талғар оқиғасының хронологиясын ұсынуға мәжбүрміз. Скорый шақырыңдар, скорый шақырыңдар. Скорый 2024 жылдың 4 қазанында 16 жасар Шерзат Болат пышақ жарақатынан көз жұмды. Айыптылар ұсталды, бірақ тергеу әлі біткен жоқ. 12 қазанда марқұмның үйін белгісіз адамдар өртеп кетті. Кінәлілер анықталмады. 9 желтоқсанда Шерзаттың ағасы Нұрғанат Ғайыпбаев өлі күйінде табылды. Полиция марқұм өз ғұмырын қиды дейді, туыстары оған сенбейді. 10 желтоқсан күні әділ тергеуді талап етіп дау көтерген Қаржаубай Нұрымов ұсталып 15 күнге қамалды. Мәселе мұнымен де біткен жоқ. Күні кеше адвокат Асқар Қаймақов мәлімдеме жасады. Оның айтуынша Қаржаубай Нұрымовтың үстінен қылмыстық кодекстің 202 бабы, яғни бөтеннің мүлкін қасақана жою немесе бүлдіру бабы бойынша тергеу басталған. Демек, алғашқыдағы әкімшілік іс қылмыстық іске ауысып бара жатыр деген сөз. Ең қызығы, қаралы отбасының баспанасын қасақана өртеп жібергендер дәл осы баппен айыпталуы керек еді. Адвокат Саида Таукелеваның айтуынша, үйді өртегендер әлі анықталмаған, полиция табылмаған. Бұған қоса Асқар Қаймақов мына екі мәселені ерекше ескертеді. Біріншісі, ресми деректерде айтылғандай, туыстары Қаржаубайды ұстаңдерді полицияға өтініш жасамаған. Екіншісі, марқұм Нұрғанаттың телефондағы жазбаларын жариялауға туыстары рұқсат бермеген. Ал ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов жақындары рұқсат берді. Бұл жерде заң бұзушылық жоқ дейді. Егер адвокаттың сөзі расталса, онда полицияның үстінен жалған ақпарат таратқан үшін қылмыстық іс қозғауға тура келетін сияқты. Өйткені сол полицияның өзі жалған ақпарат таратты деп біраз қазақстандықтың үстінен қылмыстық іс ашып тастаған. Сондықтан прокуратураның құлағына алтын сырға. Құлшылық қылсаң өзіңе, бірақ өзгеге қырсығың тимесін. Намаз оқимын деп жолды жапқандар сірә мұны білмеген секілді. Алматыдағы орталық мешіттің жанын иін-тіреске айналдырған жамағаттың біртүрлі әрекеті әлеуметтік желіге тарап кетті. Қара жолға шапанын төсей салып, құлшылыққа кіріскендер тіпті жедел жәрдем көлігіне де өткел бермеген.
Оқиғаға байланысты полиция департаменті пікір білдірді. Жүргіншілердің шағымы бойынша мешіт маңына барған полиция қызметкерлері намазхандарға ескерту жасап түсіндірме жұмыстарын жүргізген. Ақырында осындай олқылыққа орын берген үшін 4 полицейдің жұмыстан кеткені белгілі болды. Яғни қара жолда қажетін өтегендердің кесірінен полиция қызметкерлері жеп отырған наннан айырылды. Көп ұзамай оқиғаға Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы да өз бағасын берді. Намаз оқу үшін жолды жауып басқа адамдарға зиян тигізу дұрыс емес. Сондықтан талаптар мен тәртіпті қатаң сақтауды сұраймыз делінген мүфтияттың мәлімдемесінде. Ескі гвардияның салмақты өкілі саналатын Даниал Ахметов тағы бір қызметінен кетті. Ол жеңіл атлетика федерациясының жетекшісі лауазымынан өз еркімен босаған. Бұл туралы туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. 11 желтоқсан күні өткен федерацияның отырысында Даниал Ахметов өз қызметін мерзімнен бұрын тоқтататынын мәлімдеп, өзінің орнына Лондон Олимпиадасының чемпионы Ольга Рыпакованың кандидатурасын ұсынған көрінеді. Жиынға қатысушылар оны бір ауыздан қолдаған. Соңғы жылдары жемқорлықпен байланысты құйтырқы істерде Даниал Ахметовтың есімі аталып қалып жүр. Қазір кімнің есімі қайда аталмай жатыр дейсіз? Бастысы жеңіл атлетика жетекшілігіне шенеуніктің емес спортшының келгені маңызды. Сондықтан ел Ахметовтың кеткеніне бір қуанса, Рыпакованың келгеніне екі қуанды деуге болады. Аяқ астынан байып кетіп, бір күнде миллионер болғысы келгендер қолындағы барынан айырылып, жалаң бұт қалып жатыр. Өйткені білмейтін бәлесі жоқ алаяқтар аңғал жұртты алдап соғудың мың түрлі тәсілін меңгерген. Бір жылдың ішінде, яғни тек 2024 жылы ғана 20 миллиард теңге ақша қаржы пирамидаларының қалтасына құйылыпты. Қаржы мониторинг агенттігінің хабарлауынша, қаржы пирамидаларын құру және басқару фактісі бойынша 68 қылмыстық істер келген. Осының арқасында қолды болған 13 миллиард теңге өтеуге мүмкіндік туған. 300-ге жуық чат жабылып, қаржы пирамидасының белгісі бар сайттардың 12 мыңға жуық сілтемесі бұғатталған. Бірақ бұған қарап алаяқтық аяқталды, қаржы пирамидалары жабылды деуге болмайды. Сондықтан тез байығыңыз келсе, әр нәрсеге байыппен қараңыз. Бара-бара әйгілі Кашпировскийдің өзін жолда қалдыратын секілдіміз. Өйткені әлеуметтік желіні пайдаланып, жұртқа түрлі ем-дом жасайтын жандар көбейді. Мәселен, Түркістан облысының Сарыағаш ауданында тұратын мына кісі өзін адам бойынан жын шайтан шығаратын кәсіби маман ретінде көрсетіпті. Әзбен Құран оқимын, сен жан көресің. Жаны бөлесің осы жерде. Нешесің де сенде? Атың кім? Сен шайтан құлысың да сен, Өзіқті жана бересің, сен саған бәрі Жын болама, шайтан болама, оларды аяудан қажеті жоқ. Қолдан келсе, кеңірдегінен сығып қуып шыққан жақсы. Молдекең міне осыны көрсетіп жатқан сияқты. Бірақ еріккен жұрт жын шайтан қазақша сөйлейме деп молданы күлкіге айналдырып жатыр. Біздіңше бұл күлетін нәрсе емес, күлетін нәрсе алдыда. Кет. Тұра, атыңыз кімсіз? Осы Құран оқыған кезде қай жерлеріңіз ауырды? Басыңыз. Басым. Жылмады. Сізде жалпы ұрпақ жоқ, біраздан бері? Жоқ, көтеремін. Қалапты. Емделушінің жатырым ауырды дегені қызық. Сонда Молдекең бойындағы жынды жатырынан шығарып жіберген бе? Әлде жатырына орныққан жынды кеңірдегінен суырып алды ма? Күлсеңіз міне осыған күліңіз. Ал келес емшінің әрекетіне күлу аз, тек қана таңдану керек. Өйткені ол тіс ауырған адамды онлайн емдеп құлантаза айықтырып жібереді. Қане көрші енді? Қойып қалды. Иншалла. Алла разы болсын, сізге рахмет, көп. Қабыл болсын. Осы бейне таспаларды әлеуметтік желіге жүктеген адам екі емшінің инстаграмына ел жұрттың еміп отырғанына таңданған. Сосын мынандай сұрақ қойыпты. Қазақстанда ересектердің өзі осындай болса, балаларды қайда оқытып, нендей білім беруіміз керек? Сұрақ дұрыс, бірақ жауабын айтуды сіздерге қалдырамыз. Ақтөбе облысында пәтерін атқораға айналдырып, оған ит өсіретін адам бар. Көршілері қанша шу көтерсе де, Хромтаудың тұрғыны ешкімнен ықпайды екен. Ал баспанасының сықпыты мынадай.
Дауысынан ажыратпасаңыз, ыбырсыған үйде қанша иттің жүргенін тап басып тану қиын. Бірақ көршілері кемінде 10 итті санадық деп ақпар берген. Қолқаны қапқан иіспен таласқан иттің дауысынан зәрезап болған тұрғындар әділдік таппай, әкімдікті шыр айналып жүрсе керек. Өйткені танауды жаратын сасық иістің кесірінен көп қабатты үйге шыбын-шіркей, бит-бүрке секілді зиянды жәндіктер қаптап кеткен. Өкініштісі бұл мәселеде әкімдікте әлсіз болып шықты. Себебі ветеринария саласы бойынша қолданыстағы заңда үйде жануар ұстауға болатыны немесе болмайтыны көрсетілмеген. Соған сай баса көктеп тексеруге де айыппұл салуға да негіз жоқ көрінеді. Бір тәуірі көптің талабымен шағым сотқа жіберіліпті. Бірақ заңда көрсетілмеген бапты соттың қайдан белгісіз. Қысқасы арпылдаған иттер мен адуынды тұрғынға ешкімнің шамасы жетпей тұр. Жамбыл облысындағы сотталушы түрмеден сәлем жолдап өзінің жағдайын көрсетті. Бірақ бейне жазба сәл ilgeride, яғни қазан айында жазылған. Ал сотталушының қарны тоқ, көйлегі көк екені көрініп тұр. Ассалаумағалейкум, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, номер 67 мекемесі, кешкі сағат 8:35, бүгін 26 10 ай 2024 жыл. Сол жатырық СИЗОда. Чотам ботам бір сәлем деме айтып қоймадым ба? Сотталушының ботам деген сөзіне назар аударғаныңыз дұрыс. Өйткені түрмедегі адамның қасында шынымен ботасы не нақсүйері жатыр. Жаймен ойнаған әуенде қапасты емес, қайғысыз күндерді еске салады. Бақыттан бас айналғаны ма, әлде жүрегіне кек болып қатқан өкпесі бар ма? Бұдан кейін сотталушының сөзі біртіндеп өзгереді. Жамбыл облысының коррупционер сотрудниктеріне көп рахмет, Алла разы болсын сіздерге. Сіздердің арқаларыңыз болса жатыр. Рахмет, Алла разы болсын. Ұмытпаймыз бұндай жақсылықтарыңыз. Бірақ біліп алыңыздар, что Жамбыл облысында вообще мүлдем ноль ғой, заң деген вообще жоқ, ноль. Бұл облыста тек қана ақшасы бар адам, ақшасы жоқ адам емес. Соны көрсетіп алыңыздар. Мына ақшаң болса осылай жатасың. Мына учреждение, мына түрменің іші. Бұл жемқорлық бабымен жатқан адам ба, әлде түрме қызметкерлері теспей сорып жатыр ма? Тараз түрмесінде ғана осындай кеңшілік жасала ма? Әлде бұл Қазақстан абақтыларын жайлаған үрдіс пе? Ең бастысы, қарапайым адамдар бұлай күн кеше түрмедегі шенеуніктер қалай өмір сүреді? Сұрақ көп, біз білетін жауап біреу ғана. Әлдекімдер ботасымен кездесетін абақтыда әкім-сәкімдер бота тайлағымен түнейтін шығар. Алматы метросында ер адам рельске құлап қайтыс болды. Қайғы оқиға Абай станциясында орын алған. Жолаушылар ер адамды құтқару үшін вагонды қозғалтуға тырысқандары байқалады. Өкінішке қарай үміт ақталмады. Оқиға орнына жедел жәрдем мен полиция келген. Аталған факті бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Басқа мән-жайлар анықталуда дейді полиция департаментінің баспасөз қызметі. Белгілісі марқұм көзі нашар көретін 26 жасар зағип жан болған. Таиландта өтіп жатқан Азия чемпионатында Өзбекстан тағы да алдымызды орап кетті. Бұл жолы Қазақстан 4 алтын, 5 күміс, 1 қола, яғни 10 медальмен екінші орынға тұрақтады. Ал Өзбекстан 11 медальмен алға шықты, оның 8-і алтын. Ерлерден кеткен есені қыздарымыз алып бер десек болады. Бұл жолғы чемпионатта финалға шыққан қыздарымыздың 5-еуі де алтын алып, жарыстың ең биік тұғырынан көрінді. Аты шықпаса жер өртейтін Амилай атымен танымал трансгендер 7 тәулікке қамалды. Ол 5 желтоқсан күні Алматыдағы тамақтану орындарының бірінде жігіттермен төбелесіп жұрт көзіне түскен болатын. Сот оны жеңіл бұзақылық жасады деген баппен айыптап абақтыға жолдама берді. Бірақ бабы жеңіл болғанмен төбелестің ауыр болғанына мына бейне таспалардан байқайсыз. Қарама видео.
Амилай неге төбелесіп жүр деп себебін іздеудің қажеті жоқ шығар. Бірақ ықтимал бір ғана себеп жуырда ғана Алматының қорғаныс департаменті Амилайға шақырту жіберген. Әскерге бару барма мәселесін медициналық құжаттар негізінде дәрігерлер шешеді. Алматы қорғаныс департаменті теңдік және заңды сақтау қағидаттарын ұстанады деген еді. Департамент Амилайда қарап қалмай өзінің қандай теңдік ұстанатынын жақсылап көрсетіп берген. Армияға баруға дайындалайын, шашымды қайтадан ұзартып жасатайын қойсын. Кірпігімді жасатайын. Әдем болып бармайым армияға. Жігіттердің гүлі болып тұршы. Ан жақта неше түрлі жігіттер бар деп шу. Офицерлер түсіндіріп. Жоғарыдағы төбелесі Амилайдың әскерге дайындығы болуы да мүмкін. Ешкімге есесін жібермей, соққы жеп құласа да аянбай тепкілеседі. Алайда әскердің мәселесі әлі ерте. Ең қызық сұрақ, Амилай қазір қандай изоляторда жатыр? Әйелдермен бе, еркектермен бе? Ақтау қаласында әлемде жоқ жол салынып жатыр. Оның ұзындығы мен ені қанша болатыны әлі белгісіз. Сапасына да қатысты мамандар нақты бағасын берген жоқ. Бірақ мердігерлердің жол төсеу әдісіне куә болғандар таңдайларын қағып өз разылықтарын білдіруде. Дамыған 30 мемлекет. Жаһандық бәсекеде Қазақстан Республикасы өзіндік орнында. Бұл жаһандану жағдайында Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Түсіндіңіз деп ойлаймыз, жол төсеуші жұмысшылардың шәугін көтеріп жүргені кездейсоқ жолаушыны күлкіге қарқ қылған сияқты. Қуақы жігіт жол төсеушіге жетпей жатқан сұйықтықтың орнына тілінің уын аямай төккен. Қалайық 2024 жыл Ақтау қаласы жол салу үстінде. Ай қазағым ай, ана европалықтар көрсе, Европаның шыңғылды деген ауылдарында да бүйтіп істемейтін шығар. Неге екенін қайдам, осы бейне таспаның астына үлкен самауырын әкеліп отын бұтап қайнату керек еді деген жазба қалдырыпты. Шәугімен май тасығанша самауырмен сыздатқандарың жақсы еді дегені ме, әлде мұндай жұмысшыларға мердігермен қосып май ішкізу керек қой дегені ме, бұл жағын енді автордың өзі ғана біледі. Ал сіздің аймақта жолды қалай салады? Самауырын апаруға дайынсыз ба? Комментарийге пікір қалдыра кетіңіз. Қазақ айранға подписка жасап лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Естеріңізге сала кетейін, экрандағы Каспий QR арқылы немесе видеоның мазмұндағы Каспий Patreon сілтемелер арқылы редакциямызға қолдау көрсетсеңіз болады. Оны істегендерге алғысымыз шексіз. Бұл маңызды.